Көпчіліктің арасында айт намазына сәресі ішіп бару қажет деген қате пікір қалыптасқан. Айт намазына барардан алдын не нәрсені істеу сүннетке сай келетінін білесіз бе? Және айт күні немесе құрбан айт күні ораза ұстауға бола ма деген сұрақтарда көпшіліктің арасында туындап жатады. Осы сұрақтарға мына хадистер жауап берсін. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. رواه البخاري. إمام بخاري دен жеткен хадисте Анас ибн Малик радиаллаху анху былай деген: Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам ораза айт күні бірнеше құрма жеп алмайынша айт намазына шықпайтын еді. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه البخاري. إمام بخاري ден жеткен хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху былай деген: Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам адамдарға ораза айт пен құрбан айт күндері ораза ұстауға тыйым салатын. Алла Тағала баршаларымыздың 30 күн бойы ұстаған оразаларымызды және 30 күн бойы оқыған тарауих намаздарымызды және Рамазан айында жасаған игі амалдарымызды қабыл етсін. Баршамызға ораза айт мүбарак болсын. Алла Тағала айттан айтқа, Рамазаннан Рамазанға аман есен жетуімізді нәсіп етсін. Рамазан мен Рамазанның арасындағы күнә қателіктерімізді Алла Тағала кешірсін. Айт мүбарак болсын.